Бұл елде той тойлап жүріп адам қолынан өліп кету қалыпты жағдай. Онда адамдар құрбандыққа шалынған ежелгі пирамидалар бар. Мұнда адамдар өлімнен қорықпайды, керісінше оны мерекеге айналдырады. Бұл елде әр көшеде музыка ойнап, адамдар билеп, ерекше иістер мұрын жарады. Бірақ бұл жердің кейбір аймақтарына туристердің аяқ басуы өте қауіпті. Кейбір өңірлерді есірткі картельдері толықтай бақылауда ұстайды. Тіпті шіркеу мен қанды қылмыс бір кварталда қатар тұрады. Соған қарамастан бұл ел әлемдегі ең дәмді тағам, ең жылы жүзді адамдар және ең көңілді мерекелермен танымал. Мұнда таңертең серфинг жасап, түсте шөлде жүріп, кешке джунгли ішінде демалуға болады. Табиғаты жанартаулар, жағажайлар, каньондар және ну ормандар. Бұл елде өмір қауіпті де, ғажайып та. Бұл елде ежелгі өркениет пен қазіргі заманның рухы тоғысады. Тағам дәмді, халық қонақжай, ал мәдениеті шексіз құпияға толы. Бұл Мексика мемлекеті, бай тарих пен шексіз хаостың, махаббат пен қауіптің мекені. Мексика Солтүстік Америка құрлығының оңтүстігінде орналасқан мемлекет. Ол ақш, Гватемала және Белизбен шектеседі, ал жағалауын Тынық және Атлант мұхиттары шайып жатыр. Мексиканың жалпы ауданы 1,96 миллион шаршы шақырымнан асады. Бұл көрсеткіш бойынша әлемде 14-ші орында, ал Латын Америкасында 3-ші орында. Елдің жер бедері алуан түрлі, тау жоталары, белсенді жанартаулар, қуан шөлдер мен тропикалық джунгли қатар кездеседі. Мексикада 30-дан астам белсенді жанартау бар. Олардың кейбіреулері әлі күнге дейін атқылайды. Ең биік нүктесі Орисаба шыңы. Ол 5636 метр биіктікте орналасқан. Ең ұзын таулы жүйелері Сьерра Мадре Ориенталь және Сьерра Мадре Оксиденталь. Юкатан түбегі әлемдегі ең ірі карст аймақтарының бірі. Мұнда мыңдаған табиғи үңгірлер мен сеноттар бар. Елдің батыс бөлігін Тынық мұхиты шайып жатса, шығысы Кариб теңізі мен Мексика шығанағына қарайды. Мексикада 9000 шақырымнан астам жағалау бар. Бұл оны әлемдегі ең тартымды туристік бағыттардың біріне айналдырады. Климаттық жағдайлар әртүрлі. Солтүстігінде құрғақ және ыстық, ал оңтүстігінде ылғалды тропикалық климат басым. Елдің кейбір бөліктерінде жазда ауа температурасы 45 градустан асады, ал таулы аймақтарда суық болады. Бір елдің ішінде мұндай табиғи алуандық сирек кездеседі. Осы географиялық ерекшеліктер Мексиканы саяхаттауға, зерттеуге және өмір сүруге өте тартымды елге айналдырады. Мексиканың тарихы мыңдаған жыл бұрын басталады. Бұл жерде байырғы өркениеттер өмір сүрген. Ең алғашқы тайпалар осы аймақта 10.000 жыл бұрын мекендей бастаған. Ал біздің дәуірімізге дейінгі 2000-ші жылдары Альмек өркениеті пайда болды. Бұл Мезоамериканың алғашқы дамыған мәдениеті болып саналады. Кейін Майя, Теотиуакан және Толтек өркениеттері гүлденіп, күрделі қалалар, ибадатханалар мен күнтізбе жүйелерін жасады. Бірақ ең әйгілі ежелгі империя Ацтек мемлекеті болды. Ацтектер 14-15 ғасырларда қазіргі Мехико аумағында қуатты мемлекет құрды. Олардың астанасы Теночтитлан су үстінде салынған керемет қала еді. 1519 жылы испан конкистадоры Эрнан Кортес Мексика жағалауына келіп, Ацтек империясын жаулап ала бастады. 1521 жылы ацтектер толық жеңіліс тапты, ал Мексика Испанияның колониясына айналды. Ол кезде ел жаңа Испания деп аталып, 300 жыл бойы Испанияға бағынышты болды. Отарлық дәуірінде жергілікті тұрғындар кен өндірісінде, егіншілікте және шіркеу жұмысында ауыр еңбекке жегілді. 1810 жылы Мексикада тәуелсіздік үшін көтеріліс басталды. 10 жылға созылған күрестен кейін 1821 жылы Мексика Испаниядан тәуелсіздігін жариялады. Алайда ел ішіндегі саяси тұрақсыздық пен соғыстар жалғасын тапты.
Соның ішінде ақш-пен болған соғыс нәтижесінде Мексика өз территориясының жартысынан айырылды. 20 ғасырда Мексика революциясы орын алып, әлеуметтік өзгерістер мен жер реформалары жүргізілді. Бүгінде Мексика президенттік басқарудағы федеративті республика. Ол ежелгі өркениеттер мен отарлық тарихтың, заманауи мәдениет пен күрделі әлеуметтік контрастын тоғысқан мекені. Мексика Латын Америкасындағы ең ірі және ең дамыған экономикалардың бірі. 2023 жылғы деректерге сәйкес, елдің жалпы ішкі өнім көлемі 1,8 триллион доллардан асты. Бұл оны әлем бойынша 15-ші орынға шығарды. Экономиканың негізгі тіректері мұнай және газ өндірісі, автомобиль жасау, ауыл шаруашылығы және туризм. Мексика ақш-қа жақындығының арқасында әлемдік жеткізу тізбегінде маңызды рөл атқарады. Мұнда General Motors, Volkswagen және Nissan сияқты алпауыт компаниялардың зауыттары орналасқан. Елдің ауыл шаруашылығы саласы да өте күшті. Мексика авокадо, лайм, қызанақ және кофе өндіруде жетекші елдердің қатарында. Сондай-ақ туризм ел экономикасының маңызды бөлігі. Жыл сайын 40 миллионнан астам турист келеді. Канкун, Тулум, Мехико, Гвадалахара сияқты қалалар шетелдіктер үшін танымал бағыттар болып табылады. Бірақ Мексика экономикасының көлеңкелі жағы да бар. Елде есірткі саудасы мен картельдердің ықпалы өте жоғары. Кейбір аймақтарда есірткі саудасы негізгі табыс көзіне айналған. Мексика әлемдегі ең ірі кокаин, героин және метамфетамин жеткізушілерінің бірі. Есірткі картельдері тек есірткімен ғана емес, заңсыз қару, адам саудасы, тау-кен және мұнай салаларына да араласуда. 2023 жылы Мексикада 30-дан астам ірі ұйымдасқан қылмыстық топтар тіркелген. Олардың ішіндегі ең әйгілі әрі қауіптілері Синалауа картелі, Халиско жана буыны және Лос Сетас. Елде жыл сайын 30-35 мың адамның өлімі қылмысқа байланысты тіркеледі. Бұл әлем бойынша ең жоғарғы көрсеткіштердің бірі. Кейбір қалаларда қылмыс деңгейі соғыс аймақтарынан да асып түседі. Үкімет картельдермен күресті жалғастырып келеді. Бірақ жүйелі жемқорлық пен шекара қауіпсіздігінің әлсіздігі үлкен кедергі тудыруда. Дегенмен соңғы жылдары қауіпсіздік саласында бір қатар реформалар мен жаңа технологияларды енгізу арқылы белгілі бір прогресс байқалуда. Мексика бір жағынан экономикалық әлеуеті зор ел болса, екінші жағынан қауіпсіздік мәселелерімен күресіп жатқан мемлекет. Мексика сұлулығы мен хауасы қатар жүретін ел. Бір жағынан әлемдік деңгейдегі курорттар мен заманауи мегаполистер болса, екінші жағынан қылмыс пен кедейшілік жайлаған қауіпті аудандар бар. Халықтың бір бөлігі сәнді аудандарда өмір сүріп, қымбат көлікпен жүреді, ал енді бір бөлігі баспана мен тамақ табуға зар болып отыр. 2024 жылғы мәлімет бойынша Мексиканың халқы 130 миллионнан асты. Бұл Латын Америкасындағы екінші, ал әлем бойынша 13-ші халық ең тығыз орналасқан ел. Халықтың басым бөлігі метис ұлт өкілдері, яғни байырғы үндістер мен еуропалықтардың ұрпақтары. Мұнда 60-тан астам байырғы этностар өмір сүреді. Олардың арасында майя, науатль, сапотек, мештек сынды халықтар бар. Дін жағынан алғанда, мексикалықтардың 80%-дан астамы католиктер болып табылады. Сондықтан елде шіркеулер мен діни мерекелердің орны ерекше. Мексиканың мәдениеті үндіс, испан және қазіргі заман элементтерінің үйлесімі. Қоғамда отбасылық құндылықтар, дәстүрлі тойлар және ұлттық мерекелер ерекше рөл атқарады. Ең атақты мерекелердің бірі өлім күні. Бұл кезде мексикалықтар қайтыс болған туыстарын еске алып, ерекше рәсімдер өткізеді. Дегенмен бұл жарқын мәдениет пен жылы жүзді халықтың өмірінде қауіпсіздік басты мәселелердің бірі болып қалып отыр. Көптеген аудандарда полиция мен билік әлсіз.
ал қылмыс деңгейі өте жоғары. Сол себепті туристерге кей аудандардан аулақ болу, жергілікті кеңестерді тыңдау ұсынылады. Бірақ соған қарамастан Мексика әлемнің әр түкпірінен келетін адамдарды мәдениетімен, дәмді тағамымен және қонақжайлылығымен өзіне тартып тұратын ерекше ел. Мексика таңғажайып контрасттарға толы ел. Мұнда ежелгі өркениеттердің ізімен жүріп, заманауи мегаполисте кешкі ас ішуге болады. Туристер үшін ең танымал бағыттардың бірі Канкун. Кариб теңізінің жағалауындағы бұл қала шипажайларымен, ақ құмды жағажайларымен және көгілдір суымен танымал. Тынығуға келгенде Плая дель Кармен мен Тулумды да таңдайды. Тулумда жағалауға қарап тұрған ежелгі майя ғибадатханасын көруге болады. Мәдени туризмге қызыққандар үшін Чичен Итса міндетті мекен. Бұл ЮНЕСКО мұраларына енген ежелгі майя пирамидасы және әлемнің жаңа жеті кереметінің бірі. Сондай-ақ Теотиуакан қаласын атап өтуге болады. Онда күн және ай пирамидалары әлі күнге дейін туристерді таңғалдыруда. Мехико елдің астанасы және ең үлкен қаласы. Бұл қала тарих, мәдениет, көше тағамдары және заманауи өнердің тоғысқан орны. Онда Фрида Калоның үйі, ацтектердің басты храмы және колониялық стильдегі сарайлар орналасқан. Гвадалахара Мексиканың мәдени астанасы. Бұл жерде мариачи музыкасы мен ұлттық билердің үні естіледі, ал шынайы текила осы өңірде өндіріледі. Оахака дәстүр мен тарих сақталған өңір. Ол жерде түрлі этностар тұрады, ал мерекелер мен ұлттық асханасы ерекше. Сан Мигель де Аленде әсем көшелері мен, түрлі түсті үйлері мен және өнер галереясы мен танымал. Кей туристер Бакалар көліне барады. Онда су 7 түрлі көк түспен жарқырайды. Баха Калифорния түбегінде орналасқан Ла-Пас пен Кабо Сан-Лукас серфинг, балық аулау және киттерді көру үшін тамаша орын. Чиапас штатындағы Сумидеро каньоны табиғаттың ғажайып туындысы. Ал Мексиканың көптеген жағажайларында сіз керемет күннің батуы мен тропикалық атмосфераны сезінесіз. Бұл үңгірді көрген адамның бәрі алғашында компьютерлік графика деп ойлайды. Алайда бұл нағыз табиғаттың кереметі. Бұл Мексикада орналасқан Синото Иккил деп аталатын жер асты көлі. Мұнда күн сәулесі төбеден тік түсіп, судың беті алтын сияқты жарқырайды. Үңгірдің қабырғаларынан төменге қарай жүздеген жүзім тәрізді өсімдіктер салбырап тұрады. Көгілдір суы мөлдір әрі терең. Бұл жерде суға секіру ерекше әсер сыйлайды. Бір сәтке бұл жер уақыт пен әлем шекарасынан тыс тұрғандай көрінеді. Бұл мекен бұрын ежелгі майя тайпалары үшін қасиетті болған. Олар мұнда құдайларға құрбандық шалған дейді. Бүгінде бұл мекен туристер үшін жұмаққа айналған. Суретке түсу үшін идеал жер, ал әсері өмір бойы есте қалады. Мексика шоколадтың астанасы. Қазір дүкен сөрелерінде тұрған тәтті шоколадтар алғаш Мексика жерінде пайда болғанын білдіңіз бе? Майялар мен ацтектер какаоны қасиетті сусын деп білген. Олар какао дәндерін тіпті ақша орнына пайдаланған. Бұл сусынды құдайлардың сусыны деп атап, тек билеушілер мен дін басыларға арналған. Ал қазіргі әлемдік шоколад индустриясының бастауы дәл осы мекенде жатыр. Мексикада пирамидалар саны Египеттен де көп. Пирамидалар десе көз алдымызға бірден Египет келеді. Бірақ бір қызығы, Мексикада Египеттен де көп пирамидалар бар. Теотиуакан қаласындағы күн пирамидасы әлемдегі ең үлкен көне құрылыстардың бірі. Бұл пирамидалар діни рәсімдер мен адам құрбандығына арналған. Майя, ацтек және өзге де өркениеттер өз қалаларын пирамидалармен өрнектеген.
Мексика әлемдегі ең үлкен испан тілді мемлекет. Испан тілі десе, бірден Испания еске түседі. Бірақ шын мәнінде әлемдегі ең көп испанша сөйлейтін ел Мексика мемлекеті. Мұнда 130 миллионнан астам адам тұрады. Олардың 98% испан тілінде сөйлейді. Сонымен қатар елде 60-тан астам байырғы тіл сақталған. Олардың ішінде науаталь мен майя тілі де бар. Осы мәдени және лингвистикалық алуандық Мексиканы ерекше әрі тартымды етеді. Бұл елде жыл сайын өлім тойланады. Мұнда адамдар жақындарын еске алып, олармен қайта қауышқандай сезіну үшін мереке ұйымдастырады. Бұл Dia de los Muertos, яғни өлім күні. Бұл мереке 3000 жылдан астам тарихқа ие. Оның тамыры ежелгі ацтек өркениетіне барып тіреледі. Ацтектер өлімді өмірдің бір бөлігі деп есептеп, рухтармен байланыс орнатуға тырысқан. Мерекеде қабірлерге гүл, сүйікті тағам, фотосурет, тіпті марқұмның сүйікті заты қойылады. Адамдар беттерін түрлі түсті бас сүйік тәрізді етіп бояйды, немесе маска тағып, қала көшелерімен шеру жасайды. Бұл мереке қорқынышты емес, қуанышты әрі өмірді тойлау күні. Мұнда өлім қоштасу емес, қайта қауышу. Мексика бұл тек ел емес, бұл сезім. Ол жерде хаос пен тыныштық, қауіп пен махаббат, ежелгі тарих пен заманауи өмір қатар өмір сүреді. Бір жағынан қанды картельдер, жемқорлық пен қауіп, ал екінші жағынан жарқын мәдениет, жылы жүзді адамдар, әлемдегі ең дәмді асхана және керемет табиғат. Мексика бұл сізді таңғалдыратын, кейде шошытатын, бірақ әрдайым баурап алатын ел. Бұл өлімнен қорықпай, өмірді шексіз тойлайтын халықтың мекені. Мексика сізге дайын емес шығар, бірақ Мексика сізді күтіп тұр. Егер видео ұнаса, лүпіл басып, пікір қалдырып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Ал сіз келесі қандай ел туралы білгіңіз келеді?